50 жастан асқан соң әрбір ұйқы өмір мен өлім арасындағы тепе-теңдікке айналады. Біз күнде жатар алдында кішкентай бір қателік жібереміз, бірақ ол жүрекке, миға, қан қысымына тікелей әсер етеді. Миллиондаған адам дәл осы себептен таңертең оянбайды. Бұл шындық. Бұл ғылым. Бірінші бөлім ұйқы және жүрекке түсетін жүктеме. Адам ұйықтағанда ағза демалады деп ойлаймыз. Бірақ бұл тек тыныш ұйқы болғанда ғана рас. Ал жатар алдында белгілі бір әрекеттер жүрекке жүктемені арттырады. Кешкі 9-дан кейін тамақ ішу. Ас қорыту жүйесі ұйқы кезінде баяулайды. Бірақ кешкі асты 21:00 мен 22:00-ден кейін ішсеңіз, асқазан жұмыс істеп тұрады, жүрек пен бауырда толық демала алмайды. Journal of Clinical Sleep Medicine зерттеуі кеш тамақтану жүрек соғысын арттырып, инфаркт қаупін 30%-ға дейін көбейтеді. Телефон немесе теледидармен жату. Көк жарық мелатонин гормонын тежейді. Бұл гормон тек ұйқы емес, жүрек пен ми қорғанысы. Harvard Health дерегі бойынша мелатонин төмен адамдарда инсульт пен Альцгеймер жиі кезеді. Екінші бөлім дұрыс ұйқы қалыптары мен қателіктер. Арқаға жатып ұйықтау қауіпті ме? Иә, әсіресе 50 жастан кейін, егер ұйқы кезінде тыныс алу жолдары жабылса, апноэ синдромы, оттегі жетіспеушілігі болады. Бұл жүрекке қосымша стресс түсіреді. Mayo Clinic, ұйқыдағы апноэ жүрек жетіспеушілігінің инсульттің негізгі триггері. Бас тым төмен болуы. Жастық тым жұқа болса, мойын мен миға қан жетуі бұзылады. Бұл әсіресе жоғарғы қан қысымы бар адамдар үшін өте қауіпті. Кеудеге қарай қисайып ұйықтау пайдалы. Бұл қалып ішкі мүшелерге қысым түсірмейді және дем алуды жеңілдетеді. Ұйқыны зерттеу институттары бұл қалыпты ең тиімді деп санайды. 3 бөлім 50-ден кейінгі ұйқының 3 ережесі. 1. Ұйқыға 2 сағат қалғанда соңғы тамақ. Жеңіл көкөніс, сүзбе, сұлы. Ақуызды немесе майлы тамақтардан бас тарту керек. 2. Ұйқыдан 1 сағат бұрын барлық экрандарды өшіру. Телефон, теледидар, ноутбук. Оның орнына жылы душ, жеңіл кітап оқу мелатонинді қайта қалыпқа келтіреді. 3. Таза ауа, салқын бөлме, 20-22 градус. Қан айналымы жақсарып, жүрек түнгі режимге өтеді. Бұл инфаркттың алдын алатын маңызды фактор. 4 бөлім шынайы жағдай, неліктен таңертең оянбай қалатындар көбейіп жатыр. Әлем бойынша таңертең өлім жағдайының 60%-ы жүрек тоқтауымен байланысты. Оның себебі көбіне ұйқы кезіндегі тыныс бұзылысы, апноэ, қан қысымының тұрақсыздығы, жүрекке демалыс берілмеуі. National Sleep Foundation және British Heart Foundation. Кешке кофе ішу, телефон қарау, ауыр кешкі ас. Бұл 3 фактор бірге жүрекке түнде 2 есе жүктеме түсіреді. Қорытынды. Егер сіз 50 жастан асқан болсаңыз, ұйқыны жай демалыс емес, күнделікті ем деп қараңыз. Ұйықтарда жасаған кішкентай қателік ертең сіздің не оянатыныңызды, не оянбайтыныңызды шешуі мүмкін. Бүгіннен бастап дұрыс ұйықтауды үйреніңіз.